Hello peoples, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 4-ші сынып Top Stars кітабы 84 және 85-ші беттегі тақырыпты өтетін боламыз. Exercise number 1. Бірінші жаттығу сіздерге сөздер берген, сол сөздерді оқып аударайық. Tower, мұнара, palace, сарай, bridge, көпір, opera, ballet, ballet, 8 o'clock, сағат 8. Exercise number 2, speaking task. Бұл жерде сіздерге сөйлеу дағдысын қалыптастыратын тапсырма, яғни imagine you were on one of these tours last Sunday. Write the time you were at each place and say. Енді сен осы өткен жексенбіде осы екі турдың біреуінде болдың дейді, және де олардың уақыттарын айтып жаз дейді. Мысалы, сіздерге астында сөйлем берілген. I was in Astana, Kazakhstan last Sunday. Мен өткен жексенбіде Астана, яғни Қазақстанда болдым дейді. I was at the Bayterek Tower at 9 o'clock in the morning. Байтерек мұнарасына сағат таңертең 9-да бардық дейді. Мысалға, ол жерге Байтерек Tower'дың қасына 9 o'clock деп жазасыздар. Хан шатырға мысалға 10 o'clock, сағат 10-да бардық. The State Theatre of Opera and the Ballet, Астана Opera. Ол жерге мысалға 12-де жазсаңыздар, 12, мысалға I was at the State Theatre of Opera and the Ballet, Астана Opera at 12 o'clock, сағат 12-де болдым. Мысалға I was at the National Museum of Kazakhstan at 2 o'clock, сағат 2-де болдым деген сияқты жазасыздар. Exercise number 3. Choose a tour in the activity 2 and write sentence in your notebook. Example, I was at the National Museum of Kazakhstan at 6 o'clock in the evening. Бұл жерде оқушылар жаңа ауызша айтып кеттік қой, екінші жаттығуды, енді соны жазбаша жазамыз. Қай турды таңдаймыз, және сол турлардағы жерлерге сағат нешеде болдық, соны сөйлем етіп жазамыз. I was in London, UK last Sunday. I was at the Buckingham Palace at 8 o'clock in the morning. I was at the Elizabeth Tower at 11 o'clock in the morning. I was at the Tower Bridge at 3 o'clock in the afternoon. I was at the River Thames at 6 o'clock in the evening деп осылай жазсақ болады. Келесі 85-ші бет, бірінші жаттығу exercise number 1, listen and repeat, тыңда және қайтала. On Wednesday night, I was at the Ballet Theatre. Келесі exercise number 2, project. Оқып аударайық ендеше. Dear Timur, how are you? I'm in Bristol in the UK with my family. Құрметті Тимур, қалың қалай? Мен өзімнің отбасыммен бірге United Kingdom, яғни біріккен корольдік, Ұлыбританияны айтады. Сол елде Бристол қаласындамын дейді. Yesterday morning at 9 o'clock, we were at the Bristol Museum. In the afternoon at 2 o'clock, we were at the SS Great Britain. Біз кеше таңертең сағат 9-да Кабот мұнарасына бардық дейді. Одан кейін сағат 11-де Бристол музейіне бардық дейді. Ал түскі сағат 2-де біз SS Great Britain, яғни Ұлыбританияға бардық дейді. It's a museum ship. At 3 o'clock we were at the Clifton Suspension Bridge. Бұл кеме музей дейді, яғни сағат 3-те біз Clifton Suspension Bridge, яғни көпіріне бардық дейді. The river was beautiful. It's very nice here. Өзен өте әдемі болды дейді. Және ол жер өте тамаша дейді. Best wishes, Jack. Бар жақсылықты тілеймін, Jack дейді. Ендеше осы оқыған тапсырмамызға байланысты үшінші жаттығуды орындайық. Where is Jack дейді. Jack қайда? Ол in Bristol in the UK. Бристолда, яғни Ұлыбританиядағы. Екінші сұрақ, who is he with? Ол кіммен бірге?
ол отбасымен бірге болды, иә. He is with a family. Ол отбасымен бірге болды деп жазамыз. Үшінші, where were they at 11 o'clock yesterday morning? Ол кеше таңертең сағат 11-де қай жерде болды дейді. They were at the Bristol Museum at 11 o'clock yesterday morning. Олар сағат 11-де, таңертең 11-де Бристол музейінде болды. Келесі 4-ші тапсырма workbookта, яғни workbook кітаптарыңыз болса, сол 88-ші беттегі тапсырмаға қарап орындайсыздар. Енді менде ол workbook кітабы жоқ болғандықтан, бірақ та тапсырма түсінікті болғандықтан сіздерге бір мысал келтіріп жазып кетейін. Себебі мына қыз айтып тұр, өзінің мысалын. Dear Aisha, how are you? I met like Kapchagai with my dad and my family деген сияқты. Біз жаңа екінші тапсырмада оқыған секілді проект жазуымыз қажет. Сіздерге міне мысал кетіп жатырмын. Dear деп қасына досыңыздың атын жазасыздар. Яғни құрметті, қымбатты досым. How are you? Қалың қалай? I'm at Caspian Sea with my grandma and mom. Мен өзімнің анаммен және әжеммен бірге Каспий теңізіндемін. I was at the Әбіш Кекілбай Museum at 10 o'clock in the morning. Мен сағат 10-да Әбіш Кекілбай музейіне бардым. We were at the Bozrah at 2 o'clock in the afternoon. Түскі сағат 2-де Бозжыраға бардық. We were at the Bozrah at 2 o'clock in the afternoon. Біз түскі сағат 2-де Бозжыраға бардық. Яғни Бозжыра деген бізде Маңғыстауда орналасқан үлкен биік жер, тау, яғни ол жерге сіздер өздеріңіздің қалаларыңызда қай жерге бардыңыздар, сол жердің атауын жазсаңыздар болады. Әрі қарай толықтырып қай жерлерге барғаныңызды осы мысалға қарап жазсаңыздар, толықтырсаңыз болады.